қадірменді көрермен, бұл видеоролик ақ жесірлердің қайғылы тағдыры жайлы болмақ. Үндістандағы ақ жесірлер жайлы естуіңіз бар ма? Үнді әйелдері күйеулерін өте қатты жақсы көреді, еркелетеді. Күйеуі ауырса, әйелі ораза ұстайды. Күйеу ешқашан атымен аталмайды. Өйткені атын дауыстап айту жұбайының өмірін қысқартады деп есептеледі. Әйелі ешқашан оның жанында жүрмейді. Әрдайым сәл артта жүреді. Олар күйеулеріне сіз деп сөйлейді және аяғын жуады. Бірақ біздің кейбір қазақ әйелдеріне де тән жағдай десем артық болмас. Бірақ Үндістанда мұның бәрі көбінесе үлкен махаббаттан емес, ақ жесірдің тағдырынан аулақ болу үшін жасалынатын жағдай. Ақ жесірлік дәстүрі сақталған штаттарда тұратын үнділік ерлі-зайыптыларда қыз дүниеге келген кезде ата-анасы бірден күйеу жігітті іздей бастайды. Өйткені қазірдің өзінде 6-7 жасында қызды күйеуге беруге болады. Яғни ол ауыртпалықтан құтылады деп сенеді. Күйеуінің қанша жаста болатыны маңызды емес. Қызды тұрмысқа шығара салысымен ата-анасы жеңіл тыныс алып, ауыр жүктен құтылдық деп сенеді. Көп жағдайда қалыңдық пен күйеу жігіт бір-бірін үйлену тойында бірінші рет көреді. Қалыңдық пен күйеу жігіттің жанұялары ауызша келісімге келіп, отбасыларының азын-аулақ капиталын біріктіріп, туысқан болып есептеле бастайды. Тұрмысқа шыққан қызы оларға өзінің әке-шешесіне тиесілі болуды тоқтатады және сонымен бірге отбасында болуы мүмкін қарғыстан құтылу болып саналады. Шынында да Үндістанда әйел болып туғаныңыздың өзі сіздің кармаңыздың бұзылғанын дәлелдейді. Тұрмысқа шыққан соң отбасылық өмір басталады. Әрине үнді дәстүрлері бойынша. Күйеуін Құдай берді, күйеу тағдыр. Ата-анасы ертеден келе жатқан әдет-ғұрып бойынша күйеуін тауып, қызын сыйлаған. Ол күйеуін бала күннен күткен, тек оны жақсы көру керектігін, тек оған ұмтылу керектігін білу қажет. Дәстүрде күйеу бәрі, мынау тіршілік, мынау жердегі Құдай, мынау әйелдің жартысы, онсыз ол адам емес, ештеңе де емес. Сонымен ақ жесірлер кім? Ерлі-зайыптылардың жас айырмашылығы өте үлкен болуы мүмкін. Және бұл елдегі медицина бәріне бірде қолжетімді емес болғандықтан, ерлі-зайыптылардың ертерек қайтыс болуы жиі кездеседі. Осыдан кейін әйел ақ жесір болады және өмірінің соңына дейін осы мәртебені алып жүреді. Бірақ Үндістанда күйеуге тимеген қыздың өзі жесір қалуы мүмкін. Біріншіден, жаңа жесір әйелдің шашы қысқартылып, ақ сари үнді әйелдерінің ұлттық киімін кию қажет. Бұдан былай және өмірінің соңына дейін оған ол сариден басқа нәрсені тіпті қыста да киюге, сондай-ақ Үндістан әйелдері ұнататын кез келген әшекей бұйымдарды киюге, көңіл көтеруге, көпшілік мерекелерге қатысуға, ән айтуға және жалпы кез келген қуанышты көрсетуге тыйым салынады. Оған күніне бір тостаған, дәстүр бойынша тұзсыз, күріштен артық жеуге, тәттілерді жеуге тыйым салынады. Тіпті оның көлеңкесі бақытсыздық әкеледі деп саналады. Және егер өз балалары оны үйден қуып кетпесе, ол мәңгі риза болады. Және көп жағдайда үйден кету жесір әйел жасай алатын жалғыз нәрсе. Көбінесе бұл әйелдер көшеде ұйықтап, қайыр сұрауға мәжбүр болады. 19 ғасырға дейін Үндістанның кейбір штаттарында сати рәсімі кең тараған. Ер адам қайтыс болған кезде оны кремациялап, жесір әйелін сол отта тірідей өртеп жіберген. Әйелдер отқа өздері секірген, немесе отта отырып, от жағу жағдайларын жасаған. Және көбінесе оттың айналасында тұрып, қолдарына тіректерді ұстаған туыстары қорқынышпен жалынан қашуға тырысқан әйелді қайтадан отқа айдайды. Сати рәсімі үнділердің ең маңызды дәстүрлерінің бірі болып табылады. Сати ресми түрде 1987 жылы ғана тыйым салынды. Бірақ тыйым салынғанына қарамастан, Үндістанда жыл сайын бірнеше ондаған рәсімдер орындалады. Егер жесір әйел өзін-өзі өртеп жіберуді талап етсе, онда ол әрекеттің еріктілігін растайтын тиісті құжатқа қол қоюға міндетті. Әрине, бұл рәсімнің өміршеңдігі үнді дәстүрлерінің күштілігінің дәлелі деп шешуге болады. Бірақ өмір үнді әйелдер үшін от жесірліктен жалғыз құтылу екенін көрсетеді.
Құдайлар әйелді күнәлары үшін күйеуінің өлімімен жазалайды деп есептеледі. Тиісінше оның өліміне ол кінәлі, ол үшін өмірінің соңына дейін төлеуі керек. Қасиетті Вриндаван қаласы жесірлер қаласы. Көптеген жесірлер киелі Вриндаван қаласына барады. Ондағы өлім оларды өмір мен өлім шеңберінен, ал жесірлерді ондай қорлауды қайталаудан босатады деп есептеледі. Вриндавандағы ашрам тұрғындары. Харе Кришналар үшін қасиетті Вриндаван қаласында ашрамдар деп аталатын бірнеше жатақхана бар. Бұл отбасылардан қуылған ақ жесірлер үшін пана. Онда әйелдер еріктілерден көмек алып, қолөнермен айналысады. Тіл табысып, құдаларына сыйынуға мүмкіндік алады. Ашрамдардағы әйелдердің қасында бүгінде осы бақытсыз әйелдерді қанағаттанарлық өмірге жақындату үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тырысатын Кришанканталар бар. Ашрамдардағы әйелдердің қасында бүгінде осы бақытсыз әйелдерді қанағаттанарлық өмірге жақындату үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тырысатын Кришанканталар бар. Радикалды көзқарасты ұстанбайтын кейбір үндістандық әйелдер квадроциклдермен Үндістанды аралап, көшеге лақтырылған ақ жесірлерді іздейді. Оларға баспана табады, ашрамдарға барады, киім-кешек пен тамақпен қамтамасыз етеді, жылы сөздермен қолдау көрсетеді және оларды күлдіруге тырысады. Бұл қорқынышты болып көруі мүмкін, бірақ тәжірибелі ақ жесір әйелді күлдірту өте қиын. Жылдар бойы қайғымен өмір сүрген соң, олар қалай күлу керектігін ұмытып кетеді. Вриндаван жалғыз жесірлер қаласы емес, олардың бірнешеуі Үндістанда бар, бірақ ашрамаларды мүмкін тек осы жерден табуға болады. Бүгінде Үндістанда әйелдердің құқығын қорғап, өз-өзіне көмектесе алмай жүргендерге қолдау көрсететін қоғамдық ұйымдар бар. Дәл осы ұйымдардың арқасында Үндістанда үнді әйелдерін қолдау туралы заңдар қабылданып, қыздарды, әйелдерді және жесірлерді қолдау мақсатында жарнамалық науқандар жүргізілуде. Бірақ әзірге бұл шын мәнінде қажет нәрсенің аз ғана бөлігі. 25 ғасырда Үндістандағы жесір әйелдерге алапес сияқты қарайды. Олар шеттетілген адамдарға айналады. Дегенмен үнді қоғамы бүгінде мұндай теріс пікірден бірте-бірте бас тартып жатыр. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.